баяны және балалық шағы. Мейрамбек Әбіләшімұлы Беспаев 1976 жылы 8 қарашада Жамбыл облысы Талас ауданында дүниеге келген. Балалық шағы ауылда өтті, әке-шешесі қалада болғандықтан, ол ата-әжесінің тәрбиесінде өскенін өзі де айтып кеткен. Әншілікке бейімдігі бала кезден байқалған, әнге құмар, музыка мектебінде білім алған. Музыка бағытында алғашқы қадамдары Тараз қаласындағы Глинка атындағы музыкалық мектептің қобыз сыныбын оқыған. Кейін 1989 жылы Алматы қаласындағы Күләш Байсейітов атындағы музыкалық мектепке ауысады. Білім және өнер жолы. 1994-1998 жылдары Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, театр, драма, кино факультеті тәмамдаған. Алайда түпкі жолы әншілікке, ұлттық музыкаға қарай бағытталған. Өнер жолын кәсіби түрде бастап, Сүйінбай атындағы филармонияда әнші, солист қызметінен. Музыкалық қызметі топтығы. Ол вокалист, әнші ретінде танымал. Репертуарында қазақтың ұлттық әндері, заманауи әндер бар. Сондай-ақ ол құрамында болған Музарт тобы, қазақ эстрадасындағы белгілі вокалды инструменталдық ансамбль. Топтың тарихы 2001 жылы құрылған, бастапқы құрамында Мейрамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев, Мақсат Базарбаев және басқалары бар. Танымалдылығы мен ерекшеліктері. Ол халық арасында қазақтың бозторғайы деген атпен де танылған. Ұлттық музыкаға деген адалдығы, әрі білімге деген ұмтылысы ерекше. Мысалы, ол мәдениеттану мамандығы бойынша магистратура қорғағаны туралы дерек бар. Сондай-ақ өнер мен мәдениет саласында қоғамдық қызметке де қатысқан. 2019 жылы Алматы қаласының әкімінің мәдениет саласы бойынша штаттан тыс кеңесшісі болып тағайындалған. Қызықты оқиғалар. Оның білім жолында елеулі ұстазы бар. Мысалы, Тараздағы 37 мектептің мұғалімі Несіпкүл Алтыбаева бағын жандырған ұстазы деп аталады. Концертті қызметі шетелде де көрініс тапқан. Мысалы, ақш-тағы гастроль туралы ақпарат бар. Жеке өмірінен 20 жылдан астам отбасымен өмір сүргенін қосады. 2023 жылы ол радио станциясын ашты, Аспанов. Бұл оның өнерден басқа да бастамалары бар екенін көрсетеді. Өнер, театр бөлігіндегі дерек. Театр драма факультетін бітіргені оның сахналық, актерлік қабілеттерінің де негізін салған. Театр өнеріндегі ұлттық дәстүр мен заманауи музыка арасындағы байланыс ол үшін маңызды болған. Мысалы, жазушы Қали Сәрсенбай өзінің хатын арнаған кезде өнер мен мәдениеттің рухани құндылықтарына тоқталған. Беспаев та бұл туралы пікір білдірген. Жұбайы. Венерде нақты аты жөні көп жерде айтылмайды, бірақ жұбайы Мархабат деп бір деректе көрсетілген. Отбасы мен жеке өміріне қатысты ақпараттар негізінен әлеуметтік желі мен бақ арасында жарияланып отырады. Балалары. Қызы, Кәусар 2025 жылы мектеп бітіру кезеңіне жеткен. Әкесінің әке атандырған тұңғышым, нәзік гүлім Кәусарым мектеп бітірді деп әлеуметтік желіге жазғаны бар. Үшінші перзенті бар екендігі хабарланған. 2024 жылы оның әйелі мен баласын перзентханадан шығарып алған видео жарықталған. Жаңа перзентінің есімі Айзия екені айтылған. Сонымен бірге кейбір деректерде ұлының да аты жөні аталған. Ұлы Әбухайыр деп көрсетілген. Жалпы ескертулер. Отбасы өмірі көпшілікке ашық болғанымен толық шынайы жеке мәліметтері аз. Әлеуметтік желіде ұл қыздарының мерейтойлары, мектеп бітірулері туралы көңілді жазбалары бар. Мысалы, қыз Кәусардың мектеп бітіруі. Жаңадан дүниеге келген бала және отбасымен бірге түскен фотолар, видеолар арқылы отбасы жағдайы көрсетіліп отырады. Бүгінгі таңда Мейрамбек Беспаев өнерімен бірге отбасы өмірінде белсенді түрде бөлісіп жүр. Мейрамбек Беспаев 2007 жылы отау құрған. Толық мәлімет. Ол сол жылы сүйіктісімен шаңырақ көтеріп, үлкен үйлену тойын өткізген. Той өте қарапайым, дәстүрлі қазақы форматта өткен, бақта жария етілмеген, себебі ол жеке өмірін көпшілікке көрсетуді қаламаған. Кейін сұхбаттарының бірінде Мейрамбек: "Енем алғашында маған сенген жоқ. Әнші балалардың бәрі тұрақсыз деп ойлаған, бірақ уақыт өте бәрі дұрыс болды" деп еске алған. Дерек көзі In Business. Отбасылық өмірінен қызықтар. Үйленген соң көп ұзамай алғашқы қызы, Кәусар дүниеге келген. Мейрамбек пен жұбайы өмір бойы ел алдында сабырлы, үлгілі жұп ретінде танылып келеді. Ол отбасын менің ең үлкен бақытым деп жиі айтады.
Мейрамбек Беспаевтың өнер жолына келуі нағыз шабыт пен еңбекке толы оқиға. Өнерге келуінің бастауы бала күннен. Мейрамбек 1976 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген. Әкесі Әбіләшім Беспаев техника саласында, ал анасы ұстаз болған. Бірақ отбасында ән мен күйге деген үлкен сүйіспеншілік болған. Балалық шағында әжесінің тәрбиесінде өскен. Әжесі ертегі жыр айтып беріп, Мейрамбектің құлағына қазақтың дәстүрлі әуенін сіңірген. Алғаш рет мектептегі ән байқауларында көзге түскен. Сол кезде оның табиғи дауысын мұғалімдер ерекше байқаған. Музыкалық білім жолы. Бала кезінен ақ музыкалық қабілеті байқалған соң, Тараз қаласындағы Глинка атындағы музыкалық мектепке қабылданады. Онда қобыз класында оқиды. Кейін Алматыға келіп, Күләш Байсейітов атындағы музыка мектебіне ауысады. Бұл кәсіби жолдың нақты бастауы болды. Сол жылдары ол сахнада өнер көрсетіп, вокалдық қабілетін жетілдірді. Театр мен сахна арқылы шыңдалу. Мектепті бітірген соң Жүргенов атындағы өнер академиясының театр факультетіне түседі. Театр мамандығын оқып жүріп, сахнада еркін болуды, көрерменмен байланыс орнатуды үйренді. Кейін өзі айтқандай: театр мені сахнаның заңына үйретті, ән айтуған емес, әрбір сөзге жан беру керектігін түсіндім. Эстрадаға шығуы. 1990 жылдардың соңында ел ішінде жеке әнші ретінде танылды. Ал 2001 жылы, 2001 жылы Сәкен Майғазиев және Мақсат Базарбаевпен бірігіп Музарт тобын құрды. Топтың алғашқы хиттары: Сағындым Алматымды, Анашым, Сен келерсің, Көзімнің қарасы. Бұл әндер қазақ эстрадасында жаңа толқынның бастауы болды. Қоғам мойындаған өнер иесі. Оның ән айту мәнері лирикалық, жүректен шыққан, ұлттық бояуы қанық стиль. Көптеген марапаттар алған, соның ішінде Дарын мемлекеттік жастар сыйлығы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағы, Құрмет ордені, өнерге көзқарасы. Мейрамбек үнемі өнердің миссиясы жайлы айтады. Өнер халықтың айнасы. Ән айту тек сахна емес, рухани жауапкершілік. Мейрамбек Беспаевтың Музарт тобына дейінгі алғашқы сахнадағы тәжірибелері оның кәсіби шыңдалуы мен табандылығын көрсететін ең қызық кезеңдердің бірі. Бірінші қадам оқушы кезіндегі сахна. Мейрамбек бала кезінен ақ ауылдық, аудандық мәдени шараларға жиі қатысқан. Алғаш рет сахнаға 8 жасында шыққан. Сол кезде жергілікті өнер байқауында халық әнін орындап, бір орын алған. Осы жеңістен кейін мұғалімдері оның болашағы өнерде екенін айтып, арнайы музыкалық мектепке баруға кеңес берген. Музыкалық мектеп және филармония кезеңі. Тараз қаласындағы Глинка атындағы музыкалық мектептің қобыз сыныбында оқып жүріп, халық әндерін орындауға әуестене бастаған. Кейін Алматыға көшіп келген соң Сүйінбай атындағы филармонияның жас әншілер тобына қабылданды. Ол жерде алғаш рет кәсіби сахна мәдениетін үйренді. Микрофонмен жұмыс, сахнада тұрыс, көрерменмен байланыс орнатуды. Жеке әнші ретінде алғашқы табысы. 1990 жылдардың ортасында Мейрамбек республикалық жас қанат байқауына қатысады. Бұл байқау сол кездегі ең беделді музыкалық дода болатын, және ол жас қанат 1997 жеңімпаздарының бірі ретінде елге таныла бастады. Сол байқаудан кейін Қазақ радиосы мен Қазақстан телеарнасында оның дауысы жиі естіле бастады. Репертуар мен бағыт. Ерте кезеңде ол көбіне халық әндерін және лирикалық авторлық шығармаларды орындаған. Алғаш орындаған әйгілі әндерінің бірі Сағындым Алматымды. Бұл ән кейін Музарттың репертуарына да енген. Сондай-ақ ол Анашым, Көзімнің қарасы, Айтшы жаным сияқты әндерді сол кезеңде жеке орындап жүрген. Кейінгі жолға әсер еткен орта. Сол жылдары ол болашақ Музарт мүшелерімен Сәкен Майғазиев, Мақсат Базарбаев түрлі концерттерде танысып, бір сахнада жиі өнер көрсеткен. Олардың музыкалық көзқарасы мен стилі ұқсас болғандықтан кейін бірігіп топ құру идеясы туындаған. Музартқа дейінгі кезең Мейрамбектің сахна тәжірибесін шыңдаған, халыққа жол салған, жеке орындаушылық стилін қалыптастырған уақыт болды. Ол бұл кезең туралы сұхбаттарының бірінде айтқан: сахнаға алғаш шыққанда жарық пен микрофоннан қорқатынмын. Бірақ әр әнімді халықпен бөліскен сайын сенім артты.
Мейрамбек Беспаевтың алғашқы хит әні, қазақ тыңдармандарының жүрегіне жол тапқан «Сағындым Алматымды» әні. Бір «Сағындым Алматымды» алғашқы үлкен хиті. Бұл ән 90-шы жылдардың соңында жазылып, дәл сол кезде Мейрамбек Беспаевтың жеке орындауында танылды. Әннің авторы сазгер Кенжебек Жанәбілов, сөзін жазған ақын Қалқаман Сарин, кей деректе басқа ақындармен бірлесіп жазылған делінеді. Әуелі Мейрамбек бұл әнді жеке орындап жүрген, кейін Музарт құрылған соң топтың репертуарына енген. Әннің негізгі тақырыбы туған жер мен Алматыға деген сағыныш. Ән жолдары: сағындым Алматымды, сағындым жастық шағымды. Бұл шумақтар халық арасында тез тарап, сол кездің Алматыға арналған гимніне айналды десе де болады. Екі хит болу себебі: сол кезеңдегі қазақ эстрадасы көбіне батысша стильге бейімделіп жатқанда, Мейрамбек нағыз қазақы лирика мен ұлттық дыбысқа қайта жан берді. Оның таза, қоңыр дауысы мен қарапайым, жүрекке жететін мәтіні тыңдарманды баурады. Радиоларда, тойларда және концерттерде ең көп орындалған әндердің біріне айналды. 3 әннен кейінгі жетістік: Сағындым Алматымды хитінен кейін ол Анашым, Көзімнің қарасы, Сен келерсің, Күнім сен сөнбеші сияқты әндермен де үлкен табысқа жетті. Дәл осы кезеңде Музарт құрылып, бұл ән топтың алғашқы репертуарында басты орында тұрды. 4 өнер жолындағы маңызы: Мейрамбек Беспаевтың айтуынша, менің өмірімде үлкен жол ашқан ән Сағындым Алматымды. Сол ән арқылы мені халық таныды. Мейрамбек Беспаевтың өнер жолындағы табысына анасының қолдауы ерекше әсер еткен. Бұл туралы ол көптеген сұхбаттарында үлкен құрметпен айтып жүреді. Анасы Мейрамбектің өміріндегі ең үлкен тірегі. Анасының аты Гүлжамила апай. Ол ұстаз болған, бірақ баласының бойындағы өнерге деген ұмтылысты ерте байқаған. Мейрамбек кішкентай кезінде ауыл сахнасына шыққанда анасы оны әрдайым қолынан жетектеп апарып, киімін дайындап, сахнаға дайындап жүрген. Мейрамбектің өз сөзімен: анам әрдайым, балам, қандай қиындық болса да өнерден бас тартпа дейтін. Мен шаршап кейде бәрін тастай салғым келгенде, дәл сол кісінің бір ауыз сөзі маған күш беретін. Мен сахнаға шыққанда анам көрермен арасында отырса, мен өзімді әлдеқайда сенімді сезінетінмін. Сұхбаттан айтылмаған әңгіме телебағдарламасы, Казахстан телеарнасы. Анасының ең үлкен арманы: Гүлжамила апай ұлын кішкентайынан жақсы адам бол, ең алдымен жүрегіңмен ән айт деп тәрбиелеген. Ол ұлының әр жетістігіне қуанып, дарын сыйлығын алғанда да, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атанғанда да көз жасын тыя алмаған. Мейрамбек өзінің Анашым әнін анасына арнаған. Бұл ән оның ең шынайы әрі жүректен шыққан шығармаларының бірі болып саналады. Анашым әні аналық мейірімнің бейнесі. Әнде Мейрамбек бала кезіндегі ананың жылулығын, естеліктер мен сағынышты жеткізеді. Бұл туынды тыңдарман арасында да үлкен әсер қалдырған, себебі әр қазақ өз анасын еске түсіреді. Анашым, мені ойлап жүрсің бе? Балалық күндер өтті, білесің бе? Деп басталатын жолдар оның анасына деген махаббатын мәңгілік ескерткішке айналдырған. Мейрамбек Беспаевтың шығармашылық рухы мен сабырлы мінезі анасының тәрбиесінің нәтижесі. Ол әрдайым: менің ең бірінші сыншымда, ең үлкен қолдаушымда анам, деп айтады.